Бүгін сіздермен ақша сақтаудың 2 жолымен бөлісетін боламын. Сіздермен Супертехника YouTube парақшасы. Алдымен видеоға лайк басып, каналға тіркелмеген болсаңыз, тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастайық. Сізге ақша табуды ғана емес, оны үнемдеуді де үйрену керек. Сондықтан ақшаға сенімді және көрінбейтіндей орынды табу өте маңызды. Ақшаны тиімді жинау үшін ақшаның энергиясы шоғырланып, көбейетін өз орнын ойлап табу керек. Мұндай орындарға адам көп қозғалатын және көп уақытын өткізетін бөлмелер. Мысалға, ас үй немесе қонақ бөлмесі жатады. Ас үйде біз тамақ дайындаймыз, азық-түлік қорын сақтаймыз. Сонымен бірге, бүкіл отбасымен бірге үстелдің айналасына жиналамыз. Мұндай жағымды энергия сіздің ақшаңызға жағымды әсер етері сөзсіз. Жинақыңызды кез келген жерде ас үйде сақтауға болады. Жалғыз ерекшелік бұл отты бейнелейтін пеш, яғни газды плитаға жақын болмауы керек. Негізі тоңазытқышқа да қоюға кеңес беремін. Қонақ бөлме немесе залға ақша сақтауға арналған тамаша орын болып табылады. Құрметті оқырмандар, Супертехника каналының видеолары сіздерге ұнап жатқан болса, техникаларын пайдаланып нәтижесін көріп жатсаңыз, достарыңызбен бөлісіп, комментарийға өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Сіздердің әрбір бізге берілген пікірлеріңіз бізге шабыт болып, жұмысымызды әрмен қарай жүргізуге мотивация болады. Сіздерге үлкен алғысымызды білдіреміз. Сіздер барда біздер даму үстінде жүреміз. Қолдауларыңызға үлкен рахмет. Ал ендеше қонақ бөлмеде немесе залда ақша сақтауға арналған тамаша орын болып табылады. Ал неге мұнда? Әдетте қонақтар, отбасы, достар жиналады. Осы бөлмеде тұратын оң энергия сіздің ақшаңызды көбейтуге көмектеседі. Бұл бөлмеде купюралар осы оң энергиямен қаныққан және магниттер сияқты жаңа купюралар тартады. Бірақ ақшаны жуынатын бөлме мен дәретханаға сақтауға болмайды. Мұнда су элементі басым, демек бұл энергиямен бірге ақша қалқып кетеді деген ырым бар. Ақшаны сақтауды қарызды жиналуына әкелуі мүмкін. Жатын бөлмеде ақша сақтауға қолайсыз орын. Демалыс және ұйқы орнында сақтаған ақша ұйықтайды деп сенеді. Мен ақшаны әрдайым қызыл конвертте немесе қорапта ұстауға кеңес беретін едім. Сосын оларды номинал бойынша бүктеуге кеңес беремін. Бірінші, үлкен ақшаларды, ең жоғарысында кішкентай ақшаларды рет-ретімен бүктесеңіз, ақша реттілікті жақсы көреді. Жоғары жағынан үлкен купюраларды, ал төменгі жағынан кіші купюраларды қойыңыз. Бұл жағдайда ақша ағыны ұлғаяды деп есептелінеді. Құрметті оқырмандар, шығарылып жатқан видео ұнап жатқан болса, алғысымды білдіремін. Сіздер барда біз даму үстіндеміз. Алғысымды білдіремін. Рахмет, сау болыңыздар.